мен фамилиям Қаламов Нұрлан ғой енді. Бүйтіп тұрады да, бір уақытта технология сабағында өйтіп тұрады да, ағай тұрады да. Калашников Нұрлан дегенде ебать тағы бәрі өшті ғой. Расул, көтім кіші. Андай болды мәсіндерде, как будто боқ шығайын деп тұрады кәдімгідей. Осырық қойсаң кәдімгідей. Не сідік сияқты шығып кетеді су сияқты, осырық қойшы, көтің боқ болып кетеді. Тоғылған боқ сасып. Анаяқтан. Бір кезде шыдамай тышып қоясың да. Сосын осындай сыныпта отырсың да. Көтінен боқты аласың да, короче. Дәптерді шербет жағасың да. Дәптерді ала сылтасты суқесіне салып жүреді. Есті ашып отқан кезде еркекше дейін ба? Боқ шығып кетеді. Еркекше айтайын. Алық боқ деген шығып кетеді. Ебать деймін ше. Одан кейін 11-ші сыныпта бәрі бүйтіп ауызға бердім. Достар, сіздер мына күлкілі видеоны көрместен бұрын сіздермен бөлісетін өте бір қызықты жаңалық бар. HyperX компаниясы туралы барыңыз білетін шығарсыздар. В общем, HyperX компаниясында қазір 35% жеңілдік жүріп жатыр. Йо-майо, ойлап қараңыздаршы, 35% дейтін ол керемет емес пе? Егер де достар компьютердің девайстарын ауыстырам деген ой болса, онда дәл қазіргі сәтті қолдан. Маусымның соңғы күніне дейін скидка жүреді. Бүкіл ірі магазиндердің барлығында болады. Сулпак, Технодом, в общем, білесіздер ғой достар, HyperX девайстары әрбір ірі магазиндерде болады. Ссылкасын достар описанияға қалдыра. Мен сілтемеме өтсеңіздер достар, банағы сол 35% скидканы аласыздар. Жазда достар өздеріңізді немесе өздеріңіздің достарыңызды HyperX-тің девайсымен қуантыңдар. Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам және достар, менің қасымда менің достарым Амир және Расул. Расул здесь. Ассаляму-алейкум. Алейкум ассалам. Бүгін біз достар қызықты видео шығарайын деп жатырмыз. Бүгінгі видеода біз дейтін өзіміздің өмірімізде болған ұят оқиғаларды айтатын боламыз. Иә достар, жалпы біз дейтін ұят оқиғаларды түсірген болатынбыз. Бірақ видеоны егер де дұрыстап қарайтын болсаңыздар, бұл дейтін ұят оқиғалар емес, күлкілі оқиғалар болып кетті. Сол себепті видеоның атауы күлкілі оқиғалар. Бірнәрсе айтсам болма? Иә. Бүкіл абоненттерге ассалаумағалейкум. Біз біргеміз. Амир, бірде айтатын түріңіз бар ма? Это пиздец. Так, жігіттер, короче, біз дейтін қазір онда сөйлефор жасаймыз, и кім ұтылады, сол бастайды, короче. 1, 2, 3. Сөйлефор. Ох, ебай. Так, но соңғы, сен соңғысың. Иә, соңғы. Қалай соңғы? Ну, кәдімгі соңғы жағы бірінші айтады ғой. Наоборот, я. Жоқ, келдер онда. Жоқ, сен бірінші айтасың. Мен әдейі ұтылдым, жегет. Нұран, кезәрі болды. Мен әдейі ұтылдым, и мен ойладым соңғы айтам деп. Мен ұтсам, мен бірінші айтатын келдер. Жоқ, болды. Бандитский тема не прокатила. Мен соңғы айтам. Жақсы, бір жағынан дұрыста шығар да, достар. Иә, сен соңғы айтасың. Все, болды, пофиг. Расул, давай, баста история. Қандай ұят оқиға бар сенің өмірінде? Сен пранк түсіресің, сен өмірінде жету керек. Ұят оқиғалар. Соны пранкелер ұятсыз дейсіңдер ғой. Так, давай. Короче, бірін андай оқиға болады. Неше оқиға айтым керек мен? Любой өзің бір оқиға айтасың ба, 2 оқиға айтасың ба? 5 минуттай уақыт береміз саған, нормально, айта алсаң. Так, мен өмірімде андай оқиға болды. Короче, батылға ойнап отырмын, батыл. Андай задание беретін блогерлер, егер түсінбейтіндер болса, бір блогер маған андай задание береді. Лям подписчик бар, айтып қалу керек қой, Короче, сол блогер айтады маған, короче, үстің басыңды полный бояйсың дейді оны. Полный бояйсың. Иә, есімде бар, Полный бояйсың да, типа автобусға кіресің, там мегаға кіресің, и там жүресің ғой халықтың реакциясын аласың. И бір кезде, короче, мегаға кірейін деп атам ғой мен. Мегаға кірейін деп атам, ол кезде андай карантин. Мегаға андай очетпен кіргізеді ше, андай бір сканер сөйтеді да, сондай кіргізеді. Сонда мегаға андай сканер сөйтеді кіргізеді да, и короче, сояққа кірейін деп атқан кезде, короче, очетте дофига адам тұрды ана. И мен артымда бір апа тұрды, бір орыс әйел. Апа дегенде бір апа деп қойған қазір бәрі хит етіп кеткен, ебать апа. Жоқ, летеді келдесе алып. Мына көре алмайтындар ебать, әңгімемді бөліп отыр. Просто көре алмайды ебать. Давай. Ох ебать. Сосын, короче, очет тұрдым да, мен артымда бір орыс әйел тұрды. Мен қолым краска ғой, ебать, біреуін бет тиіп кетсе пиздесін краска. И мен, короче, кіріп кетем неге жаңа мегаға. И кіріп бартқан кезде охранниктер шығарып жіберді мен. И шығып бартқан кезде охранникпен бүйтіп видеоға түсіп ерегісіп тұрамын бұна.
соны бүйтіп қойсам ана апаға тиіп кетеді ғой, прикинь. Иә. Ана апаның қолы краска отыр, краска, еба, ойлашы, брат, какой-то бір чучело келіп саған, еба, краска жағып кетсе, какой-то бір чучело. Тотандар жігіттер, мен сендерге не күлетін әңгіме айтып тұрмын, какой-то чучело. Сап-сары какой-то чучело. Ақ футбол киіп алған чучело. Краска жағып кетсе, сендер қандай реакция болатын еді? Мен барамын да. Красавчик. Білмеймін, қандай не істер едім. Ұрып кетер едім. Есмен түсір ғой. Давай, тағы бір круг жіберейік. Сосын тағы кругтан 3 круг жіберейік та, короче, 3 оқиған. Короче, я. Мен айтайын енді бір историямды. Так, мен достар енді ұмытып қалмау үшін телефонға кішкене жазып қойдым. Так, қайсынан бастасам болады. Так. Бір нәрсе айтып болма камераға. Иә. Абоненттерге сәлем. Я. Жақсы, мұнда бір қызық история бар. Короче, бұрын мен осы YouTube-қа бір музыка жаздым. Короче, музыка дегенде так өтірік музыка, короче, бұрында ол нешінші жыл, короче, 2018-де ме, 2017-де ме. Вообще өтірік бір музыка жаздым. Короче, вообще кринж, короче, ана музыка. И, короче, бір уақытта біз универде группаластармен бірге, короче, бір жаққа шығамыз. Жиналамыз, андай пикникқа шығамыз, анау мынау. Мен олар мен YouTube-ымды қарамайтын шығар деп ойлаймын ғой. Брат. Короче, мен YouTube-ымды қарамайтын шығар деп ойлаймын ғой. А олар уже бәрін қарайды екен да. И, короче, отырамыз пикникта, мен өз кайфыммен отырамын. Бір уақытта группадағы қыздар сол өлеңді айтып бастайды ғой текст. Кринждан өліп қалғаным үшін айтайын. Соны еще жақсы музыка дейді ғой. Еба, мен такой, ебать. Короче, ұялғаннан кринж болды енді, конечно. Нормальный кринж болды ол. Просто қазір айтқанда қатты ұят естімейтін шығар, бірақ ана музыканы тыңдасаң жаман ұяласың. А? Иә. Все, болды, короче. Мен историям... Так, Амир мырза, енді сіз айтасыз историяны. Ох, ебать. Так, сізге микрофонды өйстіп қойып. Пиздеш қалар ол дейді. Бүгін достар. Бүгін достар, мен Амир деп бүйтіп майыс өтсе. Свиданиеда отырмын. Біләкей. Қойсаң онда. Тексерген база жоқ, проверкадан өттің сен. Натурал. Сен еба натурал мескес. Не, дұрыс қой. Сен натуралсың ба деген ебай. Сен натурал. Нұрлан әкем сен тексерген, сен натурал шықсың ғой, ебай, не? Натурал. Натурал шықты ғой. Ебай, көріп отырсыңдар. Натурал мен. Нұрлан қайсынан қойшы, өмірінде япсыз. Өлтір. Все, болды, рас. Натуралдарға орын жоқ. Все, Амир, достар, Амир историясын айтады қазір. Так, ал, сайра. Бір күні свиданияға бардым мен, бір қызбен. Ой, не күттім. Свиданияға барсам, бір ресторанға шақырдым, келді. Такой, өзім не киіп алғам андай, споко бір. Повседневный киім киіп алған, ана қыз. Қарапайым киім киіп алған. Ана қыз көйлекпен келеді. Жарайды, келді, и келгеннен кейін мен сразу жүрегім деп бастайды соғып. Ол же болады ғой. И, короче, еще ол андай свидание болды, бірінші свидание да, сонда бір какой-то бір официальный дегенде. По сути, свидание дейтіндей бүйтіп шақырған жоқ. Оған дейін ондай болған жоқ, именно ресторанда отырып. И келді там. Болды, мен де айта беремін. Так, айтайын. Ренжіп болды. Амир. В общем, сосын келді, одан кейін сразу не айтарын білмеймін. Типа, прям, привет, деймін, отырдық, сосын тұрды да. Короче, кринж болды сол жалпы. Стейк заказ береді. Андай болған жоқ па? Тамақ заказ береді, сол төлей алып жатқан жоқсың ба? Жоқ, кішкене сол кезде ақша болды, тамақ заказ бердік. Тамақ келгенше там базовый әңгімелер айттық ше, там қайдан боласың, андай мындай, короче, семьясы туралы сұрадық. Базовый әңгімелер, короче. И тамақ жеп отырып там тоже кішкене әңгімелер кетті. И потом ортасына таман андай паузалар басталады ғой. Общий зат жоқ қой екеумізде вообще. Вообще общий зат жоқ. И тұрамыз, просто, бля, отырамыз да бір-біріміз бетіне. Андай базовый әңгімелерді перебір керексің ғой, до конца. Базовый әңгіме бітіп қалып тұр ғой. Жоқ қой, короче. Негізі әңгіменің артынан әңгіме шығарасың ғой. Ондай жоқ та уже. Әңгіме бітіп қалған, отырмыз нақ. Еба, не істерім білмеймін ғой. Телефон қарап отырайын десең, блядь, ят емес пе, ебать, сен анда қарама-қарсы бір қыз отыр, сен телефон қарап отырсаң. Сөйтіп, короче, оттық. Пауза болды, потом бір кезде счет сұрай саламыз ғой. Ол счетты күтіп отырып, тағы да отырдық нақ. Одан кейін аяғында счет төлеп садық, и отырмыз ғой, бір
3 минуттай отырдық былай. Үндемей, просто үндемей. қойшы Отырдық. Мен мысалы Сөйтіп отырдық. мен білмеймін оны сондай адамдарды сөйлей алмайтын да. Мен всегда оздықты жауып білемін. Не екенін. Вот мысалы бір пауза болып қала ма? Мен всегда вот өтіп бірден ойластырып жүремін де соңында әйтеуір бірде айтып сөйлеп кетемін әйтеуір. Менде пауза жоқ, сенде бар. Ондай пауза бар ма? Жесткий ол пауза енді. Кинода пауза жоқ сияқты тоже. Баса беретін сияқты бұл. Бұл қыз көрсе Амир мырза қойыңыз. Сіз Иә. қалай сөйлесіп тұрсыз қазір мына жерде? Короче, мұндай история, мен ойымша достар көбінде болады сияқты. Кімде достар Бәрінде дәл история болды? Комментарий. ол бүткіл ұлдарда болады, сендер де Иә. содан өтетін шығарсыңдар енді, білмеймін. Біраз айтусын ба ма? Иә. Бүкіл абоненттерге сәлем. Вообще сол сөйтіп отырдық, 3 минут тостық. И ана қыздар айтады. Бірдеңке айтсайшы дейді. Бірдеңке айтсайшы дейді. Мен тұрамын. Білмеймін, ёп. Кстати, менде де дәл сондай бір история болды. Короче, өйстіп отырамыз да, андай сөйлей алмай отырмын. Менде де сондай ситуация болған. Сөйлей алмай отырмын, и бір уақытта айтады ғой. Может, разрядим обстановку дейді ғой. В общем, содан қайтыс болам, еще ана қыз там әңгіме арасы какой-то бір совет беріп отырады ма. Болды, қайтыс болды. Содан кейін вообще, блядь, свиданка өмірінде бармаймын деп шештім. Әлі барған жоқпын содан кейін. 1 жыл болды. Мне кажется, опыт бар шығар деп ойлаймын. Опыт болса да бармаймын. Нахуй нужен ондай. Екінші әңгімені бастамай тұрып, бүкіл абоненттерге сәлем. Просто райондағы братандар айтып қойды ғой, сәлем жолда отыр деп әр сөйлеген сайын. Все, давай айтал. Короче, Амир қараса, ебать, сен әңгімені қарап отырдық күліп. Өтірік болсын күліп отырдық қой. Және өтірік болсын ыржиып отырсың. Короче, мынандай оқиға болды, короче. Дайындықта жүрмін ғой, короче. Тупойсың ғой, дайындыққа барасың ғой. Бля, не бля, тота. Ертең маған андай не айтады ғой, сонда дайындыққа баратындар тупой ма не нахуй. Жоқ, кеспесем. Кеспейсің ғой. Короче, дайындыққа барып жүрмін. Мен тупой, мен. Я тупой екен, түсіндік, брат. Короче, мына жерде кеспейсің ғой. Короче, тота. Мына жерден кеспе, смело нете бер. Короче, дайындыққа барып жүрмін ғой, короче. Дайындыққа барып жүрген енді. Не дайындық вообще? Айтшы. Андай, не ондай сабаққа дайындық қой, мен өз вообще. Ана аутистерден дейтін. Жоқ, ондай емес. Мен өз андай сабақ оқымайтын тұғым вообще. Дайындықта да оқымайтын тұғым. Білмеймін вообще, ақша кете беретін ше ауаға. Короче, мынандай тема болды ғой. Бір кезде туалеттің есігі жабылмайтын тұғым дайындықта. Қыздар, балдардың туалет общий, короче. Бір кезде отырмын дайындықта. Өзім по приколу туалетке шығып келейін деймін оны. Там, сикпелейін деймін оны адам. Кішілерге шығып келейін деймін оны там. Туда-сюда, обратно. Это на ватермай история. Обратно. Ана ше не, би бар ғой. Дейтін арабский дрифт дейтін ше. Туда-сюда, обратно. Дейтін сол. Сөйтіп отырмын да туда-сюда, обратно туалетке барып келейін деп. Короче, баратын. Менде бір история болды, короче, резко айтайын, 5 секундқа история. Короче, туалетке барасың. Туалетте бумага жоқ қой, блядь. Сондай кезде толпа рет болған бар көп адамда. Блядь. Тоқта. Я ебать, ботандар ебать. Тоқта. Эскара тоқта. Думаю, Андай бір тал парақ туалеттің бумагамен қалай көтеруге болады. Короче, былай бүктейсіңдер мені. Иә. Бір бүктедіңдер мені. Иә. Бір бүктедіңдер, мені 2 бүктедіңдер, Иә. бүктедіңдер. И мына аяғын аласыңдар да, былай бүйтіп жыртып тастайсың. Анау қойып қоясыңдар, бұл керек болады. И короче міне, осындай дәу болып кетті тесік, бірақ шеңітпейді. И қолдарым былай саусақтарын тықасыңдар да, не көру. Міне, осы саусақпен, короче, бүйтіп бүткіл көтіңді осылай бүйтіп сүртесің. бля, мен кәдімгідей алғы сені олсам Бүйтіп сүртесің да, короче. И қағазы, короче, бүйтіп алып тастайсың. И нәуір шетте қалып қалды да, баста қалып қалады. Қалған қағазбен алады да, басты бүйтесің. Болды, достар. Қалай ебать, а? Уважуха, ебать. Так, жалғастыра берген әңгімеміз, ә? Все, болды. И, короче, лайфхак от Амира. туалетке баратырық. Мен ұзақ жол ғой енді. Сендерге реальность қылып елестетіп отырмын да, мен туалетке баратқанмын, типа расыл туалетке баратыр. Туалетке баратын, и, короче, есікті ашық боламын мұнақ. Там андай қыз отырып отыр шып мына. Прикинь. Пиздец ана жерде. Натуре ғой? Жоқ, натуре ана жерде ұят деген кәдімгідей бауырым. Бля, безумие. Что-то сам не слышишь. Что-то өзім бесін. Брат, сабыр. Сонда оқиға болды, короче. И мынандай оқиға болды, короче, пиздец. Қыз
бөтіп отыр да. Сен көрдің сонда кәдімгі. Көрмей андай ғой. Бір 2 секундтық не ғой? Есте ой, кешіріңіз. Тұр. Кстати, менде де сондай болған брат. Короче, менде де ол, кстати, дәл сондай история болды. Короче, бір үйіміз бізде общий далада туалет та, и бізде бір уақыттарда времянка адамдар тұрып жүр. Короче, бір уақытта мен түнде келе отырамын да. Бірақ қайта бір жақсысы әйтеуір түн болды ол. То есть көрінген жоқ ештеңе әйтеуір да. Типа есікті ашам. Әйел тұр екен, кірдік түсінімде резко анау жауып тастаған сол резко. Дым қараған жоқпын, дедім резко. Бірақ сондай ситуация, Жорсткі нәрсе деймін ба? бірақ сондай ситуация болды. Мен мына өмірімде өкінгенім ебать ең жаман өкінім кәдімгі. Әлі ұйықтай алмай жүрмін мен натуре. Короче, Америкамда ұйықтап отыр, Амер туалетке кетім дейді, кетеді ебать. Бля, менде қызығандай ше, бля, ұмытып кеткен ма Амер туалетте екен. Бля, мен де туалетке шығғым келіп кетті. Амердің атынан барсам, бля, Амер там сабынында шығады. Бля, Амер ренжім бір айту керекпін. Сабынында шығады. Ебать, по приколу ашам ше. Вот такой бір нәрсе ебать. Зомби бүйтіп отыр ебать. Білмеймін не анау. Шын ба? Чих дейсің онда я боқтаған сияқты. Короче, ұстап, короче, нахуй. Хуя ішет отыр нахуй еба. Бля, ес жауам, бля, Амир ренжіп, нау, бля, бро, бля, не істедің, ана мынау деп, просто ренжіме, я. Че за подстава? Достар бұл өтірік сенмеңіздер, бұл енді өз прикол кетті. Бұл подстава. Короче, сол банағыда история болып қалды маған туалетпен да. Менде жаңа болып қалды, просто өтірік тема өзгеріп жетті. Я, жаптым. И содан кейін шайда біртүрлі болып қалдым кішкене, конечно, тоже ұят болып Амирдің қалды. ана жерін көріп шамалған. И просто да, ана туалеттің несі бүйтіп жабатыны бар да. Мен всегда туалетке кіргенде всегда жабамын, ешкім ашпасын деп. Бәрі даже наушникке отыру мүмкінсің да, мысалы. Жауып қоямын да сөйтіп. А кейбір адамдар, бана адамдар кіреді де, жаппайды соны. Есігін ашық ұстайды да, жаман да сол. Кстати, мен айтамын ғой да историяны. Я. Так, кәме екінші историяны. Екінші историяны айтып жіберейін так. Бля, мен что-то лайттар екен. Сенікі де сияқты туалетпен история жоқ енді. И Расул. Кутым кіші. Бүйтіп ұстап тұрсаң да, кадрды. Короче, менде мындай история, ол мектепте болған история. Баяғыда кішкентай кезімде, короче, бір таппақ береді бізге де жаттауға. Мен соны жаттап аламын кәдімгідей. Күштеп тұр жаттап аламын, үйде кәдімгідей зубриттем соны. Үйде күштетіп айтамын соны кәдімгідей. Жоқ, үйде отқан кезде жақсы айтамын да. Короче, сол таппақты жаттаймын, күштетіп тұрып, үйде айтқан кезде кәдімгі күштетіп айтамын сол таппақты да. Менде бірақ постоянно андай да, мен қобалжимын да, ұмытып қаламын бүкіл жаттаған нәрсемді. И короче, еще апайға айтып қоямын ғой. Апай, мен жаттадым, қазір дерс кетіп айтып беремін деймін ғой, короче, апайға. Апай такой, ладно, жақсы, давай деп. Еще қол көтере беремін қайта. Осыны шыққан кезде білмеймін не болған, бірақ қобалжып кетемін ба. Бір-екі ауыз несін айтамын да. Тұрып қаламын ғой, еба, 5 секундқа. Содан кейін тұрамын да. Тағы да бір айтамын да. Қайдан тұрып қаламын 5 секундқа. Еба, анау ұят болды реніші. Сонда отыр ба, дайындалмағансың ғой дейді. Еба, кринж болып қалдым кәдімгі, ұят болып қалдым, еще бүкіл класстастар қарап отыр соны. Ал бәрі отыр. Ұят болып қалды шамалы. Қатты ұят емес шығар енді бұл история, бірақ сонда да Менде көп болған. кринж болды ондай. Жақсы бар. Келесі ме? Келесі ал. Аймер айттың. Менде кринжовый историялар көп болған, бірақ барлығын ұмытып қаламын, бірақ. Менде де мен ондайды көп еске алмай отырсам, неге жалпы достар ондай нәрселерді іште сақтамаңыздар ол. Неге денсаулыққа зиян. В общем, бір кезде дене шынықтыру сабағы мен только сұранып кетемін. Ракинаға барамсың, біремін там. Сол, как положено ғой, короче. И спортзалға қайттан кірем. Балалар күліп жатыр нахуй. Что за хуйня, түсінбеймін. Балалар күліп жатыр. Қыздар күле бастады. Что за хуйня, түсінбеймін. И біреу әтер ішінен біреу нетті. Мына яғына бір-екеңді алсайшы дейді нахуй. Бүйтемін нахуй. Мынандай маңқа тұрады мына яқта. Не тұр? Шекенде. Өшін маңқа тұрады ғой. Не ол маңқа деген? Бұрын бұл. Ойландыршы, ебай. Мынау пиздец қала вообще. Точка қойыпса да кринж ебай. Жолсы мен. Брат, пипец екен бұл енді. Рахмет за смелость. Ну хотя нет ол, типа, мен вообще нормально сияқты. Не же, дұрышқа тұрып әңгімелерге отырам, бизнестерге. Мынаны гейнейіз, бля, бизнестерге отвечай. Келесі О, сен өзің нем ба сонда? Получается, мұрын ба? Қалай сонда мандайға шығып кетті ол? Білмеймін, сіңбіргем. Короче, сіңбірдің потом артынан бетін жуған ғой. Сол, мұны жағына тұрып қалғанда бүйтіп жуады. Короче, білмеймін, сіңбірдің.
там қолыма цилиндр қалған ба потом менде, кстати, мен бір история айтайын тоже. Короче, менде тоже бір түсін біремін, да? айта бересің ба барып жаза не мүмкін. Да, мен просто, мен история емес, просто сен дополнение сияқты, да? Короче, бір түсін біремін, тоже өйстіп, да, отырамын, мектепте отырамын, өйстіп, тұрып қаламын, и тоже қолыма сіміртемін, кәдімгідей нені қылдырып. Бля, сабақты отынан қаяққа жіберді, білмедім, өйстіп отырмын. Бля, сол кезде как раз бір қолымды ұстырай ма, бірдеңе, короче, қалай қолыма отказать етсем болады. Өйстіп отырмын, қолым мына жерге сіміріп жатыр. Білмеймін, енді, мощный сен бір сіміріп қалам, ауырып аттым ба, сол кезде қызы. Короче, мына жерде бір нелер тұрады. Нелер тұрады, бля, сен білмеймін де, короче. Бір әйтеуір бір рет құтылып кетемін, соғанда әйтеуір дәптерді андай дәптердің ортасы айтып, бір рет етіп қалам. Жағып әйтеуір. Сосын бірмен амандасам дейсің. бір кезде андай болған. Сука, тоқта. Бірақ ұмыт қалғанда бәрінде бар жиза, 100% жиза. Бір кезде шыдамай тышып қоясың да. Сосын осындай сыныпта отырсың да. Көтінен боқты аласың да, короче, дәптерді шебет жағасың да. Дәптерді ала сылтасты зукесіне салып жүресің ғой. Деп сіңіп тұрсың қуалаш. Бля, ондай да бар шығарсың. Жоқ, абастрация ететін көп болады, бірақ менде өмір сол. Абастрация еткен кездер көбінде болды. Менде де болды. Бір шыдамай, короче, үйге қарай тез жүгіріп барды, үлгермей қаласың ғой. Әне, кішкене қалған кезде үлгермей қаласың ғой. Жоқ ол енді. Ол мен кажется көп адамда болады. Сенде болған жоқ па? Көбісінде болды, менде болмады. Енді болған жоқ. Охуя болды деймін. Мен просто тышып жүретін. Гумай қалып тұрысы дос болсаңдар. Сол кезде мен барам деп шықпаған ма, бейсіз ба? Так, все, енді сен үшінші историяны айт. Ал все, достар, каждыйымыз екі историядан айтып шықтық, енді соңғы үшінші историяны айтамыз и сонымен видеоны аяқтаймыз. Давай, үшінші история. Короче, барлығы абоненттерге ассалаумалейкум. Абу бандиттерге салам. Салам папалам, как валам. Короче, мына оқиға енді бля железо бетон не алматылықтардың көбісінде болады. Короче, автобуста отырсың, проезд төлемегенсің бе? Лафа отырсың ғой, бля, тиген барады деп. Негізі дұрыс емес ол. Бірақ лафа отырсың, бля, тиген жетіп қаламыз, келесі автобусқа мінемін, либо метроға мініп төлеп өтіп кетемін деп ше. И короче, бля, төлемей отырмын ғой. Отырмын. Бәрі төлеп тұрған автобуста. Бір кезде оңай кіреді ғой. Оңай келіп көреді ғой сен, бәрі біледі ғой кім төлегенін енді. Жүгіріп барып төлеп жатқан кез бәрі саған бүйтіп қарайды нахуй. Бля, сөз ұят қой, ұят қой. Мен всегда төлеймін, даже болмаса да ешкім. Мен жалпы бір историяңды айтып жүрсең. Бұл история емес, бұл прогресс. Ампул көп тұр ғой. Ампулда. В смысле ампулда? Түсінбедім, қалай ампулда? Что за беспредел айтын, сидите, беспределить. Адамның алдында андай ұят болған историяларды айтуға айтамыз, андай да историяларды айтуға ма, өз өміріңде андай өзіне ұят болып кеткен. Как раз сондай история, өзіне ұят болған история. Бля, мен тупитейді тұрмай, ля. Короче, ондай тема болды ғой, айта берейін, пәлем халық білсін, халық не істейміз алда бә. Амир мысалы халықты жестко алдайды екен, базыржан отыр алда отыр. Сендер жұтқызып отыр ғой. Короче, бір күні Туса дейтін команда бар. Туса дейтін команданың үйінде отырамыз ғой, балдар болып жиналып, там сушняк пушняк ішеміз, сушняк пушняк шемішке, сумка артта дегенде, өзің білесің ғой, брат. И короче, ұйықтаймыз, сосын ертесіне болады, сосын ертесіне мен тоже ішім ауырады ғой, андай болды ма сендерде, как будто боқ шығайын деп тұрады кәдімгідей. Осырып қойсаң кәдімгідей. Не сідік сияқты шығып кетеді, су сияқты, болды ма? Жоқ, андай ше. Болған шығар, жоқ, андай тамақ ішесің ғой. Ондай болған жоқ, сенде ғана бар ғой сен. Жоқ, мен айтамын. Сенде ғана бар ғой. Көбісінде болуы мүмкін андай. Что-то ненормальный боласың ғой. Жоқ. Мам, Оварека дейтін дәрігер қыз, яғни блогер қыз дәрігерге сол айтқан, ондай болады любой адамда деп. Ол тамақ дұрыс қорытылмай қалған, дұрыс інім, сен дұрыс апсың. Айта берейін, Пасташ? Қачу. Базар, американец, приколист. И ана үйде бумага жоқ екен, ебать, не істеймін, бля, похуй, үйге барып нақша салам, үлгеретемін деймін да. Автобус ояқтан біздің үйге дейін примерно 1 сағат қона. 1 сағат, короче, осылай тұрамын, көтім оны, көтін жауып тұрың көресің. Отсаң, бәлі, қытқызып ше, су сияқты көтіне шайнып тұрады. Еркек шеден ше, осырық бұш, көтің боқ болып кетеді. Тоғылған боқ сасып, анақтан. Тосын. Анау ебай кәм жаман. Автобусы келатырым, ебать, анау деген кәм ше, еба. Как будто түсіп қап, блядь, бір любой туалетке жібер салғың келеді ше. Бақ, до конца шыдаймын. Я мужчина деймін ше, ішіммен. Я мужчина! Соңында мен ойлап атқан история бола ма екен? И короче, автобусы келатырым, келдім автобуста. Жүре алмайым ше, осылай жай жүресің осылай ше. Анда нелер сияқты. Не деді?
жануарлар бүйтіп жүретін. яғни бүйтіп Пингвин. лишний раз не істемеу үшін ба? Пингвин сияқты жүресің. Былай еркекше дейін бүйтіп жүріп қалсаң, ана жер боғың деген. Бұрқ. Езес турсың, пиздес ана жер новый турсия алу керек болады ше. Ол кезде ақшада аз тұғын, бля, новый турсияға тиын жоқ тұғын. Тұғын деген сөзді көп айтасың да сен. И, короче, кятым ше. И то ебать. Чой. Дорога, мелочь дорога ше. И 4-ші этажда тұғын. И, короче, келем ше. Бля, сол кезде қандай? Еркекше дейін лифтте адамдар көп. И мен, блядь, шығып қоямын деймін, ана лестницамен көтерілемін, 4-ші этажға еба. Пингвиндер сияқты көтеріліп баратын да лестницамен ше еба. Көтеріліп бардым да. Үйге қарай жүгіріп баратым. Біз үйде кілтті балдар болып тұратын кезде огнетушитель жаққа тігіп кететін тұғымыз. Өзіміз лака питақ қой огнетушитель дейді. Сол жақтан кілтті іздеймін, бля, кілт болу керек, кілт болмаса пизда ане жерде ше. Ана жерде үсті басым боқ болып жүретін ебан. Кілтті алам, есті ашып отқан кезде еркекше деймін ба? Боқ шықты деген. Еркекше айтайын. Алық, боқ деген шық деген ше. Ебать деймін ше. Есті ашам жүгіріп баратам нақ. Шалбарым шешіп қалған кезде нақ турсың боқ қой ебать. Не сдержался парень дейсің да? Неге жоқ, шайтай, менде де болды ондай. Шалбарымда боқ қойды, ол турсың ойна. Шалбар лақтырып жүрген мұны. Ебать. Бұрқ. Ана туалетте ауа жоқ қой бір екенде. Да, менде оны дата синкінде сияқты болған жоқ. Болды бірақ, типа, обосраться спан кездер болды. Бол енді, все. Рахмет, типа, реально. Достар, Расул, респекттендер, мұндай оқиғаны көп адам айти бермейді да. Я бұндай оқиғаны батыл жедемейді. Я батыл. Менде даже ондай история бар, бірақ тоже, бірақ мен айттым ғой, тоже да. Я болды дедім, былай болды. Бірақ мен подробностьтан айтқым келмейді да оны. Короче, сол. Так, все, енді, менің историяларым айтуы өп кетті, бұл балдардың қасында, что-то вообще ұнамай қалдым, өзінің историяларым. Так, бұл история вообще қызық емес та негізі. Менде что-то қыздармен көп болды, кринжовый история. Қыздармен көп болды, кринжовый история. Бір рет мен, короче, интернетте бір қызбен танысам. И, короче, киноға шақырам, звондаймын. Киноға шақырам. Типа, андай, короче, алмайды телефонды. Короче, алмайды, кринжовый болып кетті, сол тоже. Одан кейін барып біз дейтін, короче, бір рет мен оған звондаймын, тоже сол. Дәл сол Амирдікіндей сияқты история, по идее. Звондаймын, короче, ол да алады, типа, алла дейді. Еба, не айтарын білмеймін ғой, прикинь. Қалайсың, қалай жағда, не істеп жатсың деймін. Нормально, жақсы, бірден. Ану қызды тоже вообще интерес жоқ па, бірден ешқандай дополнительный өзі де сұрақ қоймайды. Короче, өзі де вообще дополнительный сұрақ қоймайды вообще. Типа, чисто мен сұрағыма жауап береді, неме отырады. И мен, бля, не дерім білмей отым. Реально, сол, кстати, ең кринжовый сөйлескенім болды қыздармен. То есть, оған дейін более-менее всегда сөйлесетін болдым, бірден айта алатын болдым. Оны мен вообще не айтарын білмей қалдым ғой. Ёбаный рот, отырып қалдым ғой, сөйтіп реально. Отырым, бірден айтады. Давай в шизик қыса отырым, короче. И, кстати, кішкентай кезде тағы да сондай история болған. Андай кринжовый история болған, короче. Типа, мен кішкентай кезімде, 3-ші класс, 4-ші класс па, 3-ші класс па, мен қасында бір қыз болды, парталасым. И, короче, біз екеуміз қосып жүрдік, короче. И такой, бір уақытта, жас сендер бірге жүріңдер дейді, біз такой. Жақсы, давай жүре саламыз қой, бля. По приколу, чисто. Просто, сен ана сөз бершіш дейді, сосын тұрамды, сөз бере салам. Потом ответ күтеміз, сосын жүреміз екеуміз, сосын біздің артымыздан бүкіл класстастар жүреді. Ебада, как кринжов кетті ғой, реально, кішкентай баланың несі ғой енді, қойнасы ғой. В общем, анау реально, достар, ұят история болды. Ебать, шығып болған сияқтын біргенде. Сасып кетті, что-то. Натуре шығып болған сияқтын, ебать. Шын ба? Мен ойдам. Бәрі шын мүмкін, да. Короче, достар, менде қыздармен кринжовый историялар көп болды, осындай ұят, бірандай күлкілі ситуациялар көп болды. Бірақ, достар, мен сіздерге алдында айттым ғой, неше түрлі ұят оқиғаларды, қорқынышты оқиғаларды айттым. Енді бүгінгі видеоны көбінесе бұл қонақтарға беріп жатырмын, сол себепті Амирда. Болды, осымен видео бітті, жігіттер. Да. Амир соңғы бір ұят оқиғанды айтып кетті. Ұят дегенде, достар, мен ойымша бұл видеоны атауын да мен ұят емес, күлкілі оқиғалар деп қояды сияқтымын. Похуй. Да, бір какой-то там судьба болып тұр ғой, короче. Қазір мен жүнжі номер деп жатыр ғой барлығы. Иә. Осыған как будто бір бір жүнжі номер болып тұрған сияқты ғой, короче. Былай ғой, мен 7-ші сыныпта, даже 6-ші сыныптың аяғына, короче, біз қаладан, менің үйіммен қалада мектеп тип тұратын ғой, почти. Үйден шығасап мектеп кіре салатын ғой. Одан кейін, короче, жер үйге көшеміз ғой. Далаға көшеміз ғой.
сол жақ ебать суық та, и ол жақта көп жаяу жүргеннен кейін прям дала суық қыста ғой, и етік алу керек болады маған. Бізде ол кезде көп ақша жоқ, короче, бір самый бір дешевый бір 5000 бір етік алып береді батяшы. Мынандай етік аламыз ғой, бір дәу, короче, мен өзімнің размерім где-то 40 кисем ол кезде, бір где-то 42 алдық па, сондай алдық, бір жиннаски мен аламын ғой. Короче, жиннаски киіп аламын, и етік сыртынан, короче, сыртынан сол етік киемін. Сөйтіп алдым да размерін, нетіп, 2 размер үлкен. И етік дәу бір хоббит сияқты мынау. Өзім кішкентай мынау. Аяғым мынандай, еще ана етік андай классический емес те, андай бір галюш сияқты ма, бір андай берце сияқты етік, мынандай толстый ебать мынандай. В общем, сөйтіп жүретін, просто суық болғаннан кейін, короче, мектепке барамын, отырамын. И ана кішкене қар ғой, блядь, кәдімгідей қар, соң қар кешіп жүргеннен суық болады да, ана жиннаски ше. Сосын етікті шешіп, паровой мектепте, блядь, мектеп кәдімгі қала ғой, ебать, андай ауыл емес аймақ. Мектепке барып паровойға жайып, жиннаскиді тоже паровойға жайып қоятын. Өзім тупле ауыстырып аттым мектепте. Сосын бір кезде отырмыз, сынып жетекші келеді да, тұрып қарайды да. Анау кім жиннаски дейді да, ебать, содан кейін бүткіл сынып күледі ғой ана мен. Сол кезде позоры болған ебать. Короче, ана сынып жетекшінің өмір бақи жек көріп кеттім сол кезде. Короче, барлық содан кейін алады да, где-то 1 жыл бойы мен жер болып жүрдім ғой, короче, бәрі жиннаски деп айтатын. Одан кейін барып жүн дейтін да, просто жүн баба дейтін да. Енді келіп тиктокта жүн амир деп жатыр. Ебать, бұл история реально охуенный екен. Пиздец. Реально, бұл жақсы история. Амир, көрдіңдер ма? Иә. Красавчик пацан. Сынып жетекші. Кстати, менде бұндай болған, мені бір рет, короче, тоже менде, кстати, фамилияммен тоже, кстати, постоянно қате жүре береді ғой. Мен фамилиям Қаламов Нұрлан ғой енді. Бүйтіп тұрады да, бір уақытта технология сабағында өйтіп тұрады да, ағай тұрады да. Калашников Нұрлан дегенде, ебать, тағы бәрі өшті ғой күлкіде. Калашников дегенде, ебать, жаман күлді енді бәрі. Сосын еще мектепте андай ғой, сенің фамилиямен айтады ғой всегда. Қаламов дейді, там не дейді. В общем, тоже андай бұл түрлі естіледі, негізі айтсам. Пиздец. Вот біздің мектеп бағанағы айтқан история, біздің мектеп андай да бір типа бір элитный мектеп болатын ғой, андай оқитын балалар андай такой нормально, такой байлар, короче, нормально элитный мектеп болатын. И бля, соның ішінде, короче, бұл бір лузер болып кетем осы жиннаскидің кесірінен. Ебать, енді короче, сенің өміріңді бұзып тастады да бана. Өмірімді бұзып тастады, бля, бір 2 жылдай, 1 жылдай жүрдім ғой, амығып. Бүйтіп жүрдім ақ, лоқ болып. Одан кейін 11-ші сыныпта бәрін бүйтіп ауызға бердім. Ебать па. Ебать. За это я уважаю его. Он красавчик. Короче, достар, осымен онда оқиғаларымыз бітті. Лайк басыңдар, арна жазылыңдар, Расулдың YouTube каналына жазылыңдар, Амирдің YouTube каналына жазылыңдар. Расул дейтін білет шығарса, достар, Инстаграмда пранк түсіреді, бір рет даже естіген шығарсыздар, автобустың үстінде салют атқан бала осы ғой, короче. Сосын бір нәрсе айтсам бола ма? Иә. Жігіттер, жігіттер мына жерде отқандардың бәріне поддержка беріңіздер. Біз яғни бай отбасынан шыққан жоқпыз, біз өз күшімізбен, бірінші Алла, одан кейін ата-ана, өз күшімізбен дамып жатырық. Ешқайсымыз мына жерде бай отбасынан шыққан жоқпыз, так что поддержка беріп кетіңіздер. Алға дейсің да. Так, Амирді достар бағарыңыз білесіздер, тиктогына жазылып кетсеңіздер болады, ютубына. Тауып алыңдар өздерін дейсің да. Не айтам. Ссылкасы бәрі описаниеда болады, давайте, достар. Чао.